Құрметті көрермендер, бүгін біздің тақырыбымыз ол жанның өмірінде сіз қандай із қалдырдыңыз деген сияқты сұрақтар бар. Ескертіп өтем, ол бұрынғы жан, яғни қазіргі жан емес. Қазіргі сәтте сіздерде арадан біраз уақыт өткен болуы мүмкін, немесе бір сондай жалпы ол адамның өмірінде сіз қандай із қалдырдыңыз, соны қарап көретін боламыз. 4 вариант болады. 4 варианттың бірін таңдасаңыздар болады. Интуицияңызға қарап, карта нөміріне немесе карталарға қарап таңдасаңыздар болады. Тексеріп көріңіздер өздеріңізді. Қазір қарап көретін боламыз. Жеке-жеке. Бірінші вариантымыздағы жандар. Ерекше көзқарастағы, үнемі бір жерде қалып қалмайтын, шығармашылыққа жақын адам екеніңіз көрсетеді бұл жерде. Өте мықтысыз, жаңалықтарға өте бейімсіз, бейімделе аласыз, бір жерде қалып қалмайсыз. Мысалға, зерттеуге, оқуға, білім алуға құмарлық өте жоғары. Көп ситуациядан кейде артықшылығымен көресіз, үнемі позитивті жүруіңіз мүмкін. Әрине, кей кезде құбылмалы мінездер болады. Бірақ көп кезеңдерде, мысалға, бір қандай ситуация болса да, тәжірибелі жан екеніңіз көрсетеді. Өзіңізге қарап жүретін жан, кейде сыртқы әлемге көп дүние танымыңызды көрсете бермейсіз. Өзіңіз жайлы сыртқа ерекше алып көрсеткіңіз келеді. Кейде әсер қалдырғыларыңыз келеді. Сыртқы әсерге шын мәнінде кей кезеңде өзіңізді мысалға барынан жоғары деңгейде көрсеткіңіз келеді. Әртүрлі қалыпта қарауыңыз мүмкін, мысалға дүние танымыңыз, бірақ өте күшті бейімделетін жан екеніңіз көрсетеді. Сізге бір жерде қалып қалған ұнамайды, үнемі қимылда, қозғалыста болғыңыз келеді. Мысалға, сізге бір қалыпты рутина ұнамайды, мысалы қайталанатын күндер. Сізге әртүрлі жаңалықтар, шытырман кезеңдер ұнайды. Мысалға, қабылдау жаңалықтарды. Өзгеру үнемі бір қалыпта болмай. Бір күшті көзқарастағы жан екеніңіз көрсетеді. Өте күшті мінездегі жан. Адамдармен өте күшті тіл табыса аласыздар. Әрине, кейде мінез кезеңдеріңіз құбылмалы келеді. Сонда да жағдайға асықпай баға бересіз. Мысалға, сіз жаңалықтар ұнатқаныңызбен асығыстық тым қатты жоқ өміріңізде. Жағдайға тәжірибелі баға бересіз. Тәжірибеңіз мол екенін көрсетеді. Түр-келбетіңізде тартымдылық бар. Бір харизмаңыз мықты екенін көрсетеді жалпы. Бұл жерде бірінші вариант. Бұл жерде сіз оның өмірінде қандай із қалдырдыңыз? Сіз айтып жатқан жан, ойлап жатқан жаныңызда. Мен қазір сипаттап бердім, өзіңіз егер сізге сәйкеп жатса, сіздің раскладыңыз болады. Сондықтан оның өмірінде сіз көбінде бір өте күшті кезеңдер, әрине ашулы кезеңдер де болған. Бұлай да жақсы із қалдырады, сізге қызығушылық бар. Жалпы өміріндегі ең жарқын сәттер, жарық сәттер, мысалға, жарықтық сыйлаған, ерекше бір сәттер қалдырған сияқтысыз. Оның өмірінде өте күшті бұл жерде. Енді сіздерде бір тегіс қалыпты болмаған, қарым-қатынас әртүрлі болған, сондықтан сонда да бір
жақсы естеліктермен естиді. Мүмкін бір қателіктер, әрекеттер, мүмкін сол жерде осылай жасау керек еді деген сияқты бір талдау жүргізетін кезеңдер бар сияқты. Бұл жерде сізді кінәламайды мүлдем, өзін кінәлауы мүмкін, тәжірибесіздікті кінәлауы мүмкін. Бір жастық шақтағы өте күшті оқиға естеліктер қалдыратын кезең деп есіне алады. Өте жақсы із қалдырғаныңыз көрсетеді бұл жерде. Ешқандай негатив жоқ. Әрине кей кезеңдерде қателіктерінен ұялуы мүмкін, айтқан сөздерінен, әрекеттерінен мысалға. Мүмкін сіздің мінезіңізге қарап, ол жанның да сізге ұқсастығын байқауға болады мысалға. Қатып қалған қағида жоқ деген сияқты көзқарастағы. Кей сәттерде мысалға жиі сізді есіне алады деп айта алмаймын. Қазір сізде өзінің өміріндегі оқиғалар, кезеңдер, жағдайларға байланысты кей сәттерде мүмкін бір ұқсас бір оқиға, ұқсас жағдай болған кезде есіне алуы мүмкін. Енді ол үнемі болып тұрмайды, анда-санда мысалға. Бірақ өте күшті бір қателік деп есептемейді сізбен болған оқиғаны. Бұл жерде өте күшті бір сәттер, эмоциялар, естеліктер деп есептейді мысалға сізбен болған қарым-қатынаста бұл жерде. Бірінші вариантымызда. Әрине сіз туралы өте күшті қызығушылықтар танытады. Бұл жерде мысалға ренжу жоқ, тәжірибелі жандар болғандықтан мысалға көріп қалғыса сөйлесуді қалайды, мысалға тіпті хабарласуды қалайды, хабарға шығуды қалайды. Сіз хабарлассаңыз мүлдем қарсы емес деген сияқты. Мүлдем ешқандай негатив, ешқандай қырсық ойлар жоқ екенін көрсетеді бұл жерде. Бір-біріңізге деген құрмет, танымдар қалған, мүмкін сол кезеңдегі бір күшті сәттерді есіне алу мүмкін. Бір кейбір ситуацияларда қателіктеріне күлімдеп мысалға өткен өмір шағына өкінетін әрекет жоқ бұл жерде, мүлдем өкініш жоқ. Сондықтан бұл жан сіз мүлдем негатив із қалдырмағаныңыз көрсетеді. Тіпті мысалға әрине кей кезеңдерде түсініспеушіліктер қалды, мүмкін ол жастық шаққа ысырып қою мүмкін. Мүмкін біз жастық шағымызда тәжірибесіз кезеңімізде осындай сәттер болды деген сияқты. Әрине хабарласуды қалайды, достық кезеңдерде қызығады сіздің өміріңізде не болып жатқанына. Енді бұл жерде құлшыныс жоғары деп айтпаймын, не против, яғни қарсы емес. Егер сізге мысалға хабарға шықсаңыз немесе сіз туралы жаңалық естісе, мүлдем қарсы емес, қарсылық жоқ. Өте күшті кезеңдер, мүмкін естеліктер болады деген сияқты позитив деңгейде қалып қалған сияқты. Мүмкін бірінші вариантымызда қарым-қатынасыңыз бұрында қалып қалған адамды естіп жатқан болуыңыз мүмкін. Жақын арада немесе бір жылдан да көп, мүмкін жастық шағыңыздағы әрекеттер немесе біраз жылдар өтті арадан мысалға. Хоть сіздерде кішкене қыңырлы сәттерде тоқтаса да қарым-қатынаста адамдарда деген бір күшті сезім және әсер қалғанын көрсетеді. Өте күшті бұл жерде. Өте тәжірибелі жандар, мықты қарым-қатынас кезеңі, яғни кинолардағыдай бір әрекеттер кезеңі. Бірақ құлшыныс пен сезімдері мүмкін бұрынғыдай емес деп айтуға болмаса, бірінші вариантымызда мысалға. Біраз жыл өткен сияқты. Мен бірінші сізді бейнелеп берем. Шынымен сіздің раскладыңыз ба жоқ па, соған қарап таңдасаңыздар болады. Карталарымызды араластырамыз қазір. Сәлеметсіздер ме? Екінші вариантымыздағы жандар.
өте бұл жерде кішкене ауыр қарым қатынас сияқты. Өте сезімтал адам қарап жатыр бұл жерде. Жұбыңыз сезімтал болған сияқты. Сіздерде кішкене бір әрекеттер бар. Көбіне бір беткейлік, реттілік адам екеніңіз көрсетеді. Көбіне өзіңізді ойлайтын жан екенсіз, өзіңіз жақсы көретін, сіздерде тартымдылық бар жан екеніңіз көрсетеді. Әрине, сіздерде кейде эмпатиялық әрекеттер бар, байқалады, ондай сәттер. Белсенді, өзіңізге сенімді, тәуелсіз адам екеніңіз көрсетеді. Ешкімге қатысы жоқ, ешкімге ешқандай бір жаңағы біреуден күту емес, өзіңіздің әрекеттеріңіз мүмкін сіз тәжірибеңіз соған алып келді. Бұл жерде мықты жан, көбіне кей кезеңде бір өзімшілдігіңіз алға қоятын шақты, кейде өркөкіректікті байқалады бұл жерде сіздердегі әрекеттер. Мықты адамсыз. Мүмкін осыған өзгеруге алып келді, яғни сіз уақытында бір өте күшті жан болдыңыз, бірақ соңында түсініп жеттіңіз, мысалға тек қана кей кезеңде өзімізді бірінші орынға қою керек екен деген сияқты. Өйткені бағаланбайды жақсылықтар жасаған. Бұл жерде бір нәрсе өміріңізде қатал болуға, немесе бір өзіңізге сенімдірек болуға итермеледі. Мүмкін сіз өзгердіңіз, мысалға бір жерде қалып қалмадыңыз. Мінезіңізде өзгерістер болды, мысалға бұрындағы жаңағы барлығын өзім қолға алу керекпін деген сияқты ситуациялар сенімділік, бастамашылдық, сіздерде де белсенділік бар, бір жерде қалып қалмау, жағдайды барынша жақсы бағалауға тырысатыныңыз айтады сіздерде де. Өзіңізге сенімдісіз. Сізде айналаға көрсету шарт емес, так көрініп тұрады сіздегі харизмаңыз, сіздегі мықтылығыңыз бұл жерде. Батыл жандар көріп жатыр бұл жерде. Өте общительнісіз, өте. Алдында мүмкін бұл жерде екінші вариантыңызда алдында сіз кішкене тұйық болдыңыз ба, қазір өзгердіңіз деген сияқты. Барынша көрсетесіз өзіңізді. Еш нәрсені әсірелеуге тырыспайсыз, толықтай көрініп тұрады мықты екеніңіз. Қазір сізде мүлдем тұйықтықтан із қалмады. Мықты екеніңіз көрсетеді. Дегеніңіз айтыласыз, шын бетке, шындықты бетке айтыласыз. Мысалы, сізде іште қалып қалу деген жоқ, бар ой пікіріңізді ашықтан жеткізуіңіз мүмкін адамдарға. Шындық тараптасыз, әрине. Энергияңыз жоғары адам екеніңіз көрсетеді. Тағы да екінші вариантымыздағы адам сіздің өміріңізде қандай із қалдырды, оның өмірінде сіз қандай із қалдырдыңыз. Бұл жерде бір қалыпты емес, өзгеруге итермеледі. Бір ауыр із қалдырған сияқтысыз. Жарақат деп айтайық па, әлде бір қиындық туындататын ыңғайсыз воспоминаниялар, жаңа естеліктер, бір ситуацияда мысалға сізге қарап әртүрлі бір жаңағы ыңғайсыздықтар деп айтуға да болады кейбір кезеңдерде. Кейде бір негативқа алып келетін бір әрекеттер сияқты әртүрлі ауырлықпен естиді, ыңғайсыз сәттер, түсініспеушіліктер, шатасулар қалдырған сияқтысыз. Сіз өмірінде бір сенімсіздікті ме, әлде бір өзін мүмкін бұл жан сіздің алдыңызда әлсіз қалып қалды ма, мысалы әлсіз көреді. Бір жалпы позитив емес пікірлер қалдырған сияқтысыз оның өмірінде. Жоқ, жалпы сізбен бұл жерде өте күшті сезім болды арада. Ғашықтық ол тараптан болды. Өте қатты ғашық болды сізге.
мүмкін бір сәттер ыңғайсыздар туындатты ма, әлде бір кедергілер көп болды ма, әлде сіздің бір әрекеттеріңіз бұл жерде сізді кінәлайды, адамдарды кінәлайды, араласқан. Қанша жылдар өтті деп айта алмаймын, бұл жерде мүмкін біраз тым қатты ұзақ уақыт өткен жоқ. Сонда да бір ыңғайсыз бір нотада есіне алатын сияқты үнемі бір жаңағы көңілсіз бір әрекеттер. Мысалға миына сізді есіне алғысы келмейді, мысалға, бірақ есіңде үнемі тұрады. Мысалға кейде бір бізде сәтте болады адамда, мысалы бір нәрсені есіңе алғың келмесе де сол бір негатив кезең есіңе түседі үнемі. Как бы ұмытуды қалайды, бірақ бәрібір қалқып шығады, мысалы сол бір кезең, сол бір естеліктер. Сондай бір сәттер бар сияқты бұл жерде екінші вариантымызда. Мүлдем. Көбінде тіпті кей кезеңдерде мысалға біраз сұрастырып, біраз қалмаған сияқты ойынан шығара алмай, қазіргі сәтте жоқ деп өзін басуға тырысады. Немесе қанша біраз бір кезеңдер бар. Мысалы, бұрындары сізді іздесе, қазір іздемейді деп айтуға болады мысалға. Біраз уақыт іздеп жүрген сияқты бұл жан. Арада ыңғайсыз сұрақтар қалған, түсініспеушіліктер қалған, мүлдем түсініспеушіліктер қалған. Әлде де сұрақтар бар, жабылмаған сұрақтар, күмәндар немесе түсініспеушіліктер бар. Сұрақ белгісі қалған сияқты көп кезеңдерде. Өзі мүлдем хабарға шықпайды, егер сіз хабарлассаңыз, жоқ деген жауап жоқ бұл жерде. Енді кей кезінде бір ыңғайсыз бір өзін жоқ деп көрсетуі мүмкін, бірақ көп сәттерде тіпті қазір ұмытуға тырысып жатқан сияқты. Мен құлшыныс жоқ, мысалға хабарласам өзім сұрақтарға деген нәрсе жоқ. Бұл жерде өзі, мысалы, сіздің хабарласпайтыныңызды да көрсетеді бұл жерде. Мықты жансыз, мысалы, өрге күректік басым. Бұл жерде екі адам өзіңізге мүмкін ұқсаған жан ба, мысалға. Жоқ, мен де хабарласпаймын деп өрге күректікпен тоқтап қалған сияқты қарым-қатынас. Мысалға сөйлесіп, немесе сіз туралы жаңалықты білуді қалайды, бірақ бір өзгелер біліп қалмаса екен менің қызығатынымды, мысалға таныстар деген сияқты бір жоқ деп өзін есіне алмайтын сияқты қылып көрсетеді, бірақ шын мәнінде қарсы емес, мысалға. Өйткені үнемі ойында тұрады, бірақ бұл жерде ыңғайсыз кезеңдер, ыңғайсыз сәттер қалдырған сияқты естеліктер. Өкінішке орай. Бұл сұрақтар әлі бір жарақаттың орны бітпеген сияқты көрінеді, көңілдің жарақаты. Үшінші вариантымыздағы жан қандай із қалдырдыңыз өмірінде?
кейбір ситуацияда бір өте бұл жерде өте әділетті жан екенін көрсетеді. Кейбір сұрақтарда сіздерде сенімсіздік бар сияқты өзіңізде. Тым қатты өзіңізді сынға аласыз, немесе айналаны сынға аласыз ба? Бір кейбір сұрақтарда бір көбіне сыртқы адамдардың пікірі сіз үшін маңызды болатын сияқты болып көрінеді. Кейбір сұрақтарда өте бір сондай ұстаным бар. Бұл жерде дәстүршілдік әрекеттер бар сияқты, өте сондай бір өзіңізді реттеуге тырысасыз ба? Бір еркіндік әрекеттер жоқ. Мүмкін бір үнемі бір позицияда жүруге тура келетін жан ретінде. Сыртқа әсерден болатын оқиғалар, сынақтар өте көп болған, басыңыздан өткен. Сіз өзіңіздің дүниетанымыңызды біреулерге бір ұстануға тырыстыратын ба, әлде біреулерге өзіңіз емес, үнемі біреулерге де бір әсер қалдырғыңыз келетін адам ретінде ма, бір солай бір кішкене мінезіңізде кішкене қиындықтар бар сияқты болып көрінеді. Кей кезеңдерде сенімсіздік бар, бір ескі ұстанымда қалып қалған болуыңыз мүмкін. Ренжімеңіз, бір кейбір сұрақтарда бір сондай әрекеттер бар. Сіздің бір ішкі бір әлеміңізде бір кедергілер бар сияқты болып көрінеді. Мінезіңіздегі бір көрсете алмайсыз эмоцияларыңызды. Кішкене сенімсіздік, бір басым әрекеттер, немесе бір өзіңізді үнемі бір реттеуге тура келеді, бір еркіндік жоқ пікірлерде. Ішкі әлеміңіз бен сыртқы әлеміңіз сәйкес келмейтін сияқты. Мысалға, сіздің ішкі әлеміңіз мүлдем басқаша. Бірақ сіз өзіңізді бір реттеуге мәжбүрлеп, күштеп, мынандай жасауға деген, мысалға, бір өзіңіздің қалағаныңызды шындық сыртқа шығармайтын адам ретінде. Бір қатал ұстанымдарда қалып қалған, қатал линияларда қалып қалған өзіңізге бір осындай болу шарт деп әрекеттер бар сияқты. Әрине, өте тәжірибелі жан екеніңіз көрсетеді кейбір сұрақтарда. Бірақ көп кезеңдерде өзіңіздің қалаған жолыңызды таңдамай, бөлек бір ерекше жолды алған сияқтысыз. Тіпті өмір кезеңіңізде бір нәрсе сіздікі емес болып көрінеді, мысалға. Қатал стандарттар, немесе бұл жерде кішкене дүниетаным кезеңі, мүмкін бір өте көп сынақтар өтті ма басыңыздан. Бұл жерде үшінші варианттағы кішкене жандарда, кішкене мінезіңізде кішкене ауыр мінез деп айтайын ба, бір қиындықтар бар. Көбіне жабықтық бар, аса қатты бір адамдармен араласатын әрекеттерде, немесе шындықты айтамын деп көп сәттерде, мысалға, ыңғайсыздық туындатады сізбен адамдармен араласу деген сияқты. Бір беткейлік кейбір сұрақтарда бар сияқты, үшінші вариантымызда. Сіз ол жанның өмірінде қандай із қалдырдыңыз? Бұл үшінші вариант өкінішке орай мүлдем есіне алуды да қаламайды, жиі есіне алады деп айтылмаймын. Бірақ бір сәттер, бір адамдар, таныстар ортақ бір болып қалған кезде әрине сұрақ сұруы мүмкін, қызығушылық таныту, бірақ үнемі жиі болады деп айта алмаймын. Біраз уақыт өткен арада қазіргі сәтте оның өмірінде болып жатқан өзгерістер бар, өз шаруаларымен. Мүлдем жоқ, ешқандай бір қозғағысы келмейді тақырыпты, жалпы сіз туралы. Ыңғайсыз бір сәттер қалдырған сияқты, бұрында болып өткен кезең сұрақтар жабылып қалсын деген сияқты.
үшінші вариант. Мен ойлаймын, бұл вариант ешкімге сәйкес келмейді деп, кішкене бір мүмкін бір жағынан бұл варианттың да иелері бар шығар, бірақ ренжімеңіздер, бұл картаға қарап айтуға тура келеді. Мүлдем есіне алмайды, мүлдем бір әрекеттер жоқ, мүмкін бір өте қатты ренжу, ашу, ыза басым сияқты. Бұл жанның өмірінде үлкен тәжірибе қалдырдыңыз, бірақ ол позитив тәжірибе емес. Мысалы, есіне алған кезде де, мысалға, есіне алуды қаламайды, мүлдем жабылып жоқ деген сияқты мысалы, мен ол жанмен сөйлесіп, мысалға, бір өміріндегі бір көзқарастары бір қаталырақ, әлде бір өмірден сабақ алу деген сияқты, мысалға, тәжірибе жиналды, бір сондай ыңғайсыздар туындататын сияқты. Мүлдем тіпті енді ортақ таныстар болып қалған жағдайда сұрауы мүмкін, бірақ мен қызығушылық танытпаймын деген сияқты. Өйткені мен естегім келмейді мүлдем. Естемеймін, есіме алмаймын да. Деген сияқты. Ойламаймын да деген ой бар. Өте ауыр тақырыптағы өмір кезеңі мүмкін өте қатты сыналған жандар ретінде байқалуыңыз мүмкін. Сіз немесе жұбыңыз бір сондай бір сұрақтар бар сияқты. Ыңғайсыз кезең, жалпы тіпті өзі де, мысалға, сізді көріп қалған кезде әңгіме бастағысы келмейтін сияқты бір әрекеттер бар. Өкінішке орай, ары қарай жалғастырғым келмейді. Бұл жерде өте қатты бір сұрақтар, өте ауыр із, және тіпті ұмытуды қалаған із сияқты. Үшінші вариант, өкінішке орай. Өкінішке орай. Төртінші вариантымыз, сәлеметсіздер ме? Оның өмірінде қандай із қалдырдыңыз? Сұрақтар, түсініспеушіліктер. Өте күшті мінездегі жандар қарап жатыр бізді. Қазір раскладтың иесі. Эмпатиялық, мейірімді жан, жұмсақ, байыпты жан, әрине кейде қазіргі сәтте өте мінезіңізде өте күшті, көзқарас, қабылдай алу, барынша адамдарды қабылдау, өзгертуге мәжбүрлемей, барынша өте жұмсақ жан. Барлығы ретті сіздерде. Сенімділік та барлығы тепе-тең жүреді сізде. Сабырлы, салмақтылық бар.
тәрбиелілік, өте күшті мінездегі жан екеніңіз көрініп жатады бұл жерде. Жұмсақ, ашық, общительный, адамдармен сөзге келу көпшіл жан. Мейірімді, көмек қолын созатын, үнемі көмектесетін, адамдардың пікірімен санасатын, адамдармен күшті тіл табысыласыз. Мүмкін сіз өте күшті бір рекламалық әрекет, бір жаңағы жұмыстар болсаңыз, адамдар өте күшті тіл табысыласыз. Мысалға, сеніміне кіру деген сияқты өте күшті. Сонымен қатар бұл жерде негативта емес, өте позитивта. Общение, адамдармен сөйлесу, танысу өте оңай сізге. Ашық, жарқын екеніңізді көрсетеді. Тыңдай аласыз, сөйлей білесіз деген сияқты. Тартымды, бұл жерде де өте тартымды жандар көрініп жатыр. Мүмкін түр келбетіңізге ерекше мән бересіз. Мысалға, әдемілік, мүмкін соңғы модада әдемі киіну, өзіңізді жақсы көру, өзіңізді қателігіңіздің үстінде жұмыс жасау, үнемі дамыту өзіңізді. Мысалға, үнемі бұл жерде қалып қалмай, айналадан талап етпей, өзіңізді реттеу көбінде. Өзіңізге өзіңіз көңіліңіз толатын жан екенін көрсетіп, өте күшті мінездегі жан көріп жатқан жан. Оның өмірде қандай із қалдырдыңыз? Сіз қазіргі сәтте көріп жатқан адам, сұрап жатқан адам. Сұрақтар мен түспеушілік іздерін қалдырған сияқты. Өте қатты құпия болып қалдыңыз оның өмірінде сіз. Түсінбеді, немесе ұзақ жалғаспаған қарым-қатынас па, әлде бір толықтай танып білмедіңіздер ме бір-бірлеріңізді, мысалға. Мен естегім келмейді деген негатив жоқ, тек қана тым қатты әсер елемеген сияқты бұл сіз көріп жатқан адам. Сізге деген құлшынысы. Тіпті қазіргі сәтте аса қатты бір қиналып, сізді жүрек жараланып қалды деп айта алмаймын бұл ер азамат. Мысалға, сіз егер әйел кісі болып, ер азаматты көріп жатқан болсаңыз, қазіргі сәтте қыз баласы болып немесе, аса қатты бір қиындық туындатады, үнемі ойлайды деп айта алмаймын. Тек қана бір сұрақтармен қалдырды. Ұнату сезімі бар, өте мүмкін сізге қарап ұнату сезімі, бірақ толықтай түсініп біткен жоқ. Өйткені бұл ер азаматта да бір өзімшілдік бар сияқты, мысалға. Мүмкін сіздің қарым-қатынасыңызға серьезно қарамады ма, мысалға. Бір толық пісіп жетілмеген деп қарады ма, мысалға. Әлде бір жоғары бағаламай жатқанын көрсетеді. Сұрақтар бар, әрекеттер бар. Тіпті қызығушылықта танытпайды. Енді мысалға, қазіргі сәтте байланыс жасағысы келмейді деп айтуға болады, мысалға. Өкінішке орай, бұл жерде тым қатты асыра сілтеп. Мүмкін сіздің ойлап жатқан адамыңыз бір адамды ойлап, мүмкін сізге раскладқа бөтен бір тағы да бір бұрынғы адам келді ма, соған да қарау керек. Бұл жерде серьезно қарамаған қарым-қатынас, немесе бір аса қатты біраз уақыт, жылдар өтті деп айта алмаймын, мысалға. Бір нәрсе, бір кезең болды, сізде бір жеңіл қарым-қатынас болды, бірақ сол қарым-қатынастан аса қатты бір із қалдырған жоқ. Яғни, сұрақтар, түсініспеушіліктер бар, өрге-көректі таныту, мысалға бір романтикалық әрекеттер екі тараптан бір терең болған жоқ деп айтуға болады, мысалға. Просто бір кезең қалдырды, сыртта көрсем тіпті танымауым да мүмкін, бірақ танып қалған жағдайда аса қатты бір негатив жоқ. Кстати, түсініспеушіліктер мен құпия қалдырды. Мүлдем мен түсінген жоқпын, және күрескім де келмеді деген сияқты бір тереңдегі бір қарым-қатынас әрекеттер болмаған сияқты болып көрінеді бұл жерде.
аса қатты бір серьезный әрекеттер қалмаған сияқты. Мысалға бір естеліктер, бұрынғы әрекеттер. Мүмкін бір бұл жерде адамдардың эмпатиялық әрекеті. Мысалы сіз терең бағалап қараған болсаңыз, ол адам мысалға терең бағаламайды. Очередной тыныстық кезектегі иә, жайбарақат қараймын. Әрине бір сұрақтар қалдырды, бірақ негатив емес, мүлдем. Жек көру емес, просто бір кезең түсінген жоқпын толықтай, танып білген жоқпын толықтай деген сияқты бір ойлар бар. Тіпті есіне алады деп те айта алмаймын. Көріп қалса мүмкін, бір сізді кездестіріп қалса есіне алу мүмкін, бірақ бұл тереңнен деп айта алмаймын. Яғни бұл жерде бейтарап жағдай бар сияқты. Ренжімеңіздер, осы әрекетке бар. Мүмкін тәжірибелі жан болсаңыз да, мүмкін сіздің ойлаған адамыңызбен мүмкін бөтен бір тағы да бір бөлек адам раскладқа келген сияқты. Соған мән беріңіздер. Сау болыңыз, рахмет назарларыңызға.